Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қалыптағы балық салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бүгін сіздерге оригинал рецептісі бойынша дайындайтын боламын. Оригинал рецепті бойынша көріп тұрғаныңыздай бұл салатқа желатин пайдаланамыз. 15 грамм желатинге 90 грамм мұздай суды құйып, жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Сол кезде желатиніміз уылдырық сияқты болады. Желатинімізді енді 5-10 минутқа қоя тұратын боламыз. Салатқа керекті көкөністерді алдын ала суға қайнатып пісіріп, қабығынан ашып және үккіштен өткізіп алған болатынмын. Әрқайсысын бөлек-бөлек ыдысқа орналастырып дайындап қойған болатын және селедка балығын пайдаланамыз. Бөлек ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суды құйып, желатинімізді жақсылап ерітіп аламыз. Сұп-сұйық болып еру керек. Еріген желатинімізге енді майонез қосамыз. Сол кезде сұйық ұспа дайын болады. Енді салатымыз дайындауға кірісейік. Қалып қозғалып кетпей орнықты тұру үшін астына осындай ыдыс қойдым. Енді қалыпты жақсылап толықтай майлап аламыз. Балықтарыңыз өте әдемі болып шыққанын қаласаңыз, осылай астына ең бірінші майонездің тек қана өзін орналастырып шықсаңыз болады. Майонез қосылған желатиніміз қоюланып қалмау үшін тезірек жұмыс жасаған жөн. Бөлек ыдысқа қызылшамызға желатин мен майонез қосылған қоспамызды араластырып алатын боламыз. Қызылшамызды толықтай балықтың қалбына жақсылап орналастырып шығамыз. Құйрығына, қанатына, басына, көзіне жақсылап осылай қасықпен нығыздап орналастырып шығамыз. Келесі кезекте сәбізіміз бен картофелімізді бірге қосып, желатин қосылған майонезімізді құйып жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң қызылшамыздың үстіне орналастыратын боламыз. Келесі кезекте дайындап алған селедка балығымызды орналастырып шығамыз. Селедка балығымызды орналастырып болған соң тағы да сәбіз бен картоп қосылған қоспаны орналастырып шығамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай барлығын нығыздап, құйрығына, қанаттарына жеткізіп, жақсылап орналастырып шығамыз. Одан кейін пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникке қоя тұрамыз. Балық дайын болып қалды. Енді пищевой пленкамызды алып, ыдысымызға балықты орналастырып шығамыз. Қалыпты алар кезде мұқият болу керек. Ыдысқа орналастырғаннан кейін қалыптың бір жақ шетін осылай қолымызбен жайлап басқан кезде ауа кіреді, одан кейін оңай алынатын болады. Салатымыз дайын болып қалды, өте дәмді. Дастарханға ұсынар кезде осылай әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Мерекелік дастарханның сәнін келтіріп тұратын өте керемет әдемі әрі тойымды салат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.